Мынау бізде мектептің артқы жағы, асхана жақтан қарағандағы артқы жағы. Мынау тұрған есік, асхана есігі артқы жағынан шығып, тамақты артқы жағынан кіргізеді. Ал одан кейінгі тұрған екі отдушина трубасы, жел шығарылатын труба. Анау тұрған төбеге шығатын арнайы жасалған саты. Кез келген жағдайда төбені тексеріп тұратын арнайы саты. Мынау аумақ алғашқы әскери дайындықтың дайындық алаңы. Сабақ кезінде дайындық алаңына өз жерге шығып әскери сабақта дайындалады. Ал мынау бізде жылу қазандығы. Бізде жылу қазандығы жергілікті. Бұл жылу қазандығының ішінде 3 қазандық орналасқан. Екеуі 200-дік, біреуі 400-дік. 400-дігіміз запаста тұрады. Қатты аяздар болған кезде іске қосылады. Ал мынау бізде көмір қоймасы. Бер жағына көмір қысқы кезінде күл төгіледі, жазғы кезінде тазаланады. Ар жағына көмір төгіледі. Ал мына бізде тұрған жергілікті септигіміз. Ал мынау бізде мусор қалдығын салатын арнайы орын. Мынау мектептің шығыс жақ беткейі. Мына жерде асханаға арналған тағы да арнайы есік бар. Бүйірден кіріледі. Бұл асхананың ішіне тікелей енетін есік. Өрт болған жағдайда асхана ішінде отырғандар осы есіктен шығарылуы үшін жасалған есік. Ал мынау бізде көріп отқандарыңыз шырша, қайың, мектеп оқушыларының ұжымның көмегімен отырылған. Міне 16-шы жылы уже көктеп шығып тұр.